видеоны 5 адамға таратып, лайк қойып комментарий жазған болсаңыз әрине. Ал енді бүгінгі эфирде мен сіздермен толық елорда жастары туралы барлығын түсіндіріп айтып берейін. Тақтаға назар аударыңыздар. Бұл жерде бүгінгі тікелей эфирімді қарасаңыздар 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөліп қойдым. 6 бөлікке. Біріншісі өтінім беру, қашан қалай береміз. Екіншісі шарттары қандай болады. Үшінші талаптары қандай болады. Төртінші қай саланың азаматтары қатыса алады. Бесінші қандай құжаттар керек болады. Және алтыншы іріктеу қалай болады. Балдарды не үшін береді, қалай іріктеледі. Осыны туралы толық қанды мен қазір сізбен бәрімен айтып беретін боламын. Ал кеттік, бұлай болса, одан кейін эфир соңында бәрін айтқаннан кейін бүкіл сұрақтарға жауап беретін боламын. Біріншісі өтінім беру. Елорда жастары. Елорда жастарында 4-ші қыркүйектен сағат таң 9-да басталды. Бүгін 6-шы қыркүйек. Ал енді бұл болған первичкеде отырған, бірінші нарықта отырғанымыз құрылыс компаниялардан ала аласыздар, немесе азаматтардың сатыватқан үйі, яғни екінші нарықтан үйді ала аласыздар үйлерді. Бұл жерде елорда жастарына биыл. Ал енді екінші шарттарына көз жүгіртейік. Шарттары максималды займ 18 миллион теңге. Бұл деп отырғанымыз сіз үйді 18 миллионға дейінгі үйге займ рәсімдеп ала аласыз. Мысалға алам деген үйіңіз 18 миллион емес, мүмкін 20 миллион болар ма, 22 миллион болатын болса, онда арзандағы ақшаны, қаражатты өзіңіз жеке жаңа сатушымен келісіп, өзіңіз 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион, яғни неше миллионға үй аласыз, сол жетпей тұрған ақшаны, 18 миллионның астам ақшасын сіз қолма-қол сатушыға бере аласыз. Бұл жерде үйдің бағасына ешқандай шектеу жоқ. Өткен отбасы банкта кейбір бағдарламалар бар, үйдің бағасына шектеу қойылады. Бұда ондай шектеу жоқ. Максималды займ 18 миллион теңге береді. Алғашқы жарна 10% деп отырғанымыз, мысалы үшін сіз енді максималды 18 миллион теңгені алып жатқанда сізде 1 миллион 700 теңге міндетті түрде алғашқы жарна болу керек. Және ай сайын несие ставкасы 5%-мен болады. Әдетте шамамен 141 мың теңгенің арасында шамасында болады. Ай сайынға төлем 141 мың шамасында 5%. Максимал 19 жыл дейді. Бұл жерде отбасы банкта бір нәрсе түсіне кету керек. Бұл жерде алғашқыда 8 жыл сізде алдын ала займ деген бар. Предварительный займ дейді. Предварительный займ бойынша төлеп отырасыздар. Бұл жерде төлем және жаңағы 10% үстінде алғашқы жарнаны 50%-ға жеткізгенше ақша төлеп отырасыздар. Соның барлығы 141 мың теңге болады. Ары қарай тұрғын үй займына ауысқан кезде әдетте 5-6 жылға береді. Сонда сізде негізінде тәжірибеде, практикада дейік 13-14 жылға беріп жатыр. Бірақ максимал 19 жылға рәсімдеу болады. Бірақ бір нәрсе түсіне кету керек, мына жерде 19 жыл туралы. Халық ойлайды, маған 13-14 жылға береді, ай сайынғы 141 мың теңге. Оны осы 19 жылға созып жіберсем, ай сайынғы төлем азаяды шығады. Жоқ, достар, олай азаймайды. Сіз 14 жыл алсаңыз да 141 мың, 19 жыл алсаңыз да 141 мың. Тек азаятыны 8 жылдан кейінгі төлеміңіз 19 жылға рәсімдесеңіз, 8 жылдан кейінгі төлем азаяды. Осыны ескеріңіздер, сондықтан сізге 19 жылға созып жатудың қажеті жоқ. 13-14 жылға берді ма бағдарлама, сол жылға рәсімдеп кете берген дұрыс. Бұл шарттары түсінікті, иә? Енді үшінші бөлігі бұл талаптары. Талаптар дегенде, яғни қандай азаматтар қатыса алады, қандай талаптарға сәйкес болу керек. Бұлай қарай, ауыстыра қойсаңыз, міне, бірінші 35 жасқа дейінгі, яғни елорда жастары зайытының біреу ғана бере алады деп жазылып тұр, біреу ғана бере алады. Яғни ел зайытының біреу ғана, егер екеуі де жас болса, біреу ғана тапсырыс бере алады.
келесі талап бір жыл тіркеу болу керек деп, тұрақты тіркеу болу керек. Яғни біз үйреніп қалғанбыз прописка деп, шын мәнінде қазақша айтатын болса, ол тұрақты тіркеу. Бір жыл тұрақты тіркеу, яғни Астана елорда жастары болғандықтан бұл жерге енді түсінікті шығар. Бұл жерде Астана қаласының тұрғындары қатыса алады. Яғни Астана қаласы кемінде бір жыл тұрақты тіркеуде, яғни бір жыл пропискада болған азаматтар қатыса алады. Бұл тағы бір айта кететін жайт, мысалы қатысушы бір жыл болады да, ал қасындағы жолдасы, бала-шағасы, олар бір жыл болу шарт емес. Оларда тек қана тұрақты тіркеу болса болады. Түсінікті ғой, тағы айтайын. Қатысушы. Мысалы үшін ерлі-зайыптының ер адамы қатысады, оның пропискасы бір жылдан асқан, бірақ әйелі бір жылға жетпеген, кеше ғана пропискаға тұр. Бала-шағасы кеше ғана пропискаға тұр. Негізгісі кім тапсырып, сол адам бір жылдан асқан болса болды, қалғандары тек қана Астана пропискада болса болды. Түсінікті ғой, бұл жай. То есть барлығы бір жылдан асқан болып тұру деген шарт емес. Бұл жай түсінікті. Келесі талап 1.800.000 теңге деп қойған, 1.800.000 миллион отбасы банкте жазып қойған. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөзіміз, сіздің отбасы банкте 1 миллион, кемінде 1.800.000 теңге ақшаңыз бар деген анықтамаңыз міндетті түрде керек болады. Оны отбасы банк приложениесі арқылы скачать етіп ала аласыздар. Енді бір қызығы бұл жерде, сіз заявка беретін кезде өзіңізде 1 миллион теңге, жолдасыңызда 800.000 теңге болуы да мүмкін да. Оны бірден барып қосып тастаудың шарт емес. Оны сіз жолдасыңыздың 800.000, менде 1 миллион теңге деп көрсетулеріңізге болады. Яғни жолдасыңызда қанша, өзіңізде қанша, екеуіңіз бірге көрсетулеріңізге болады. Соны ескере кетіңіздер. Ары қарай келесі талап, міндетті түрде соңғы 5 жылда аттарыңызда мүлдем үй болмау керек Қазақстан Республикасы бойынша. Яғни бұл жерде заявка беретін күні, қай күні берейін деп жатса, сол күні сіз форма 6 деген форма 6, Қазақстан Республикасы бойынша форма 6, яғни атыңызда үй жоқ деген справканы ЕГОВ арқылы, кіріктіктеріңізді ЕГОВ арқылы алуларыңыз керек. Міндетті түрде егов.kz сайтынан алынған болу керек. Яғни Қазақстан Республикасы сіздің қатысушының және оның отбасыларында бәріне де, мысалы ер адам қатысып жатса, жолдасына да, мысалы 2 баласы бар болса, әр балаға да бәріне де алу керек. Осыны білесіңіз, барлық отбасы мүшелерінде. Ары қарай келесі талап, 1 жыл міндетті түрде өтіл болу керек, яғни стаж дейміз ғой, сол салада жұмыс жасау керек. 1 жыл. Мысалы үшін сіз қай белгілі бір салада қызмет жасап жатырсыз, салалар тағы да толыққанда айтып берген. Сол салада кемінде 1 жыл жұмыс жасаған болуыңыз керексіз. Сол жерде міндетті түрде 1 жыл. Яғни мысалы мынандай болмайды да, кеше ғана бір саладан өстіп, келесі салаға ауысып кеттіңіз, ол салада тек 6 ай ғана жұмыс жасадыңыз. Жалпы мен стажым бар ғой, 1 жылдан асқан деген, ондай болмайды. Именно сол салада, сол қай саламен қатысайын, именно сол салада 1 жыл міндетті түрде үздіксіз жұмыс жасаған болуларыңыз керек. Және тағы да бір ескере кететін дүние, мына жерде байқап тұр, 260.442 теңге деген сан тұр. Оны не деп жатыр? 6.43.407 деп тұр. Бұл жерде бұл сандарды қалай түсінуге болады? Бұл сандар 260.442 деген сөз жан басына шаққандағы табысыңыз 260.442-ден асып кеткен болса, онда елорда жастар бағдарламасына қатыса алмайсыз. Егер бойдақ болсаңыз. Ал егер сіз және жұбайыңыз бар болатын болса, онда екеуіңіздің табысыңыз әрқайсысын шаққанда, әрқайсының 260-нан, яғни екеуін көбейткенде 520.000-нан аспау керек, түсінікті. Ал енді бір балаңыз бар болатын болса, ерлі-зайып бір бала, онда 260-ды 3-ке көбейтесіз. Сонша табыс асып кетпеу керек. Ары қарай болатын болса, 5-ке көбейтесіз, сондай. Ал енді неге 6 көбейткен 43.407 деп тұр? Бұл жерде талап былай жазылып тұр да. 6 күнкөріс деңгейден бір адамға шаққандағы табыстан асып кетпеу керек деген заңда сондай талапта жазылып тұр. Сондықтан ал қазіргі таңда 2024 жылы бір күнкөріс деңгейі 43.407 теңге деп белгіленген. Соны 6-ға көбейтсек, осы сан шыға келеді. Міне достар, табыс жағынан осындай шектеу бар. Яғни табысы күшті табыс таба алатындар
елорда жастарына қатыса алмайды. Қатысып тіпті негізі өткен жағдайдың өзінде де ертең оны программа төлемақы растау кезінде өте алмай қалады. Сондықтан үрей болып тапсырудың қажеті жоқ, егер жақсы табыстар болатын болса. Ары қарай, төртінші талаптарды айттық. Енді қандай саланың азаматтары қатыса алады? Мына жерге негізінде 12 деп жазып қойған, шын мәнінде 11 сала және біреуі жетім балалар категориясы. Жетім балалар категориясы. Енді кеттік қандай салалар? Денсаулық сақтау саласы, яғни сіз медиксіз, бұл жерде санитарлар де кіреді бұл жерге. Бұнда әр саланың осының техперсоналдары, олар қатыспайды, бухгалтерлері қатыспайды деген сияқты. Түсінікті, иә? Именно айдыл кадры болып істейтіндері, бухгалтерлері қатыспайды. Ал енді именно сол саланың қызметкерлері қатыса алады. Мысалы денсаулық саласы, врачтар, медсестрлар, санитарлар олар қатыса алады. Білім саласында да мұғалімдер ғана қатыса алады. Мәдениет саласында жаңағы қызметкерлер, мәдениет саласында қызметкерлер, спорт саласы, әлеуметтік салалар қатыса алады. Жоғары оқу орны ғылыми зерттеу институтының мұғалімдері, журналистер қатыса алады, коммуналдық кәсіпорындарда қызметкерлер қатыса алады. Сегізінші айттым, жалпақтым айтқанда пожарниктер деп айтамыз ғой. Және 12-ші Қазпошта қызметкерлері. Бұрын Қазпошта қызметкерлері деген болмайтын, осы жол Қазпошта қызметкерлері қосылған. Сонымен 11 сала және 12-ші болып бізде жетім балалар категориясы қосылды. Қосылды болғанда бұрыннан бері бар. Сонымен 12 сала деп айтсақ та болады. Осы салаларда міндетті түрде кемінде 1 жыл жұмыс жасаған болуыңыз керек. Мына жерде жазып тұр, 1 жыл өтіл болу керек. Түсінікті, иә, салалар бойынша. Енді ары қарай келесі 5-ші қандай құжаттар керек болады? Міне, мына құжаттардың тізімін мен енді жалпақ тілмен жазып тастадым, халыққа түсінікті болу үшін. Бірінші электронды цифрлық қолданба, яғни ЭЦП дейміз ғой, жалпақ тілмен айтқанда. Оны ЕКОФ-тан, егер жоқ болатын, ЕКОФ арқылы алуға болады, болмаса соңғы барып, флешкаларыңыз білсеңіздер, сіздерге жеке куәліктеріңізбен барсаңыздар тегін алуға болады, сонымен барып аласыздар. Екінші, бұл жерде мен бір айта кететін нәрсе, мынаның барлығы қағаз күйінде болу керек, бірақ оның бәрі PDF форматта скан жасалған болу керек, бәрі электронды болу керек. Қағаз форматта да болу керек, оның бәрі электронды жасалған, бәрі электронды нұсқасы болу керек. Естеріңізде болды, барлығы электронды нұсқасы. Бірақ қағаз форматта бол, оны скан жасап алуыңыз керек. Неке туралы куәлігіңіз, яғни сіздің некеде тұрған болсаңыз, сосын бала шағаларыңыздың туу туралы куәліктері. Егер некеде жоқ болатын болсаңыз, егер ажырасқан болатын болса, онда некені бұзу туралы куәлік болады. Егер қайтыс болған болатын болса, жұбайлардың онда қайтыс болған туралы куәлік керек болады. Балалардың бәріне туу туралы куәлік керек болады. Яғни түсінікті, 18 жасқа дейінгі балалардың туралы ғой. 18 жастан асқандағы оларды керек жоқ. Ары қарай форма 6 деп қойған, форма 6 деп отырғанымыз Қазақстан бойынша сіздің атыңызда, сіздің және бала шағалы жолдасыңыздың бала шағаларыңыз аттарында Қазақстан Республикасы бойынша соңғы 5 жылда үй жоқ деген анықтама ол справка. Оны да ЕЦП арқылы ЕКОФ порталынан аласыз. Дәл заявка беретін күні алынған справка болу керек. Мысалы үшін сіз айталық ертең 7 қыркүйек күні беріп жатсаңыз, именно 7 қыркүйек күні алынған болу керек. Төртінші, жұмыстан анықтама деп қойдық. Жұмыстан анықтама, яғни справка с места работы. Бұл жерде міндетті түрде фирменный бланкта болу керек, фирменный бланк болу керек, жұмыс орнының ресми. Одан кейін сіздің аты жөніңіз, қызметіңіз, қай уақыттан бері жұмыс жасап жатқаныңыз деген сияқты анықтамалар барлығы болу керек. Ал егер фирменный бланк болмайтын болса, онда міндетті түрде гербовый печать дейді, яғни жұмыс орнының печатьмен болу керек анықтаманың. Онда скан вариант жасап электронды керек болады. Және 5-ші стаж деп қойғанымыз, яғни сіздің жұмыс өтіліңіз, осы уақытқа дейін қайда жұмыс жасадыңыз, қалай істедіңіз, оның барлығы трудовая книжка дейміз ғой, еңбек кітапшасы. Соның еңбек кітапшасы керек та осы уақытқа дейін. Соның бәрін скан жасап, әр бет жасап, полный. Осы уақытқа дейін неше жылдан бері жұмыс жасап келесіз, соның бәрін стажын бәрі жасап отыр. Неге стажыңыз көбірек болған сайын сіздің бұл бағдарламада өтіп кететін мүмкіндігіңіз де көп болады ағайын. Сондықтан осы трудовой книжка ең маңыздысы деп айтайыншы негізі. Егер трудовой книжка жоқ болатын болса, онда отделкадан өзі жаңағыдай не береді,
справкасын береді. Учетын не дейді, толық аталуы қазір бұл жерде жазып тұр, бір шет қарап жүрейін. Послужной список, яғни қызметтік тізім послужной список жасап береді, отдел кадры сол жерде печатьмен қойылған. Сонда оның орнына соны қоюға болады. Ары қарай пенсионка деп қойған, яғни бұны осы уақытқа дейін бүкіл уақыт бойы қанша жерде жұмыс жасаған жаңағы стажды дәлелдейтін, яғни шынымен пенсионка түсіп тұрғаны көріну керек. Осы уақытқа дейінгі барлық пенсионканы жаңағы скачать етіп алу керек. Өзіңізге, және жұбайыңыз бар болса. Енді 7-ші құжатта мүгедектік деп қойғанымыз, егер сіз немесе жолдасыңыз немесе бала-шағаларыңызда бірінші, екінші, үшінші топтың мүгедектігі бар болатын болса, сол справканы міндетті түрде қосыңыздар. Неге? Өйткені мүгедектікке бөлек тағы да балл қосылады, оларға да басымдық беріп қойған. 8-ші 1,8 миллион 1,8 миллион деп жазып қойған, яғни сіздің жаңағы отбасы банкта 1,800,000 теңге бар деген справкаңыз міндетті түрде келіп қойылады. Яғни жаңағы қайталап өттім, мына жерде талаптар айтқан кезде, егер сізде де жолдасыңызда да екеуіңізге бірге 1,800,000 бар болатын болса, ол да жарай береді. 1,800,000 деген кезде мен шөптің одан да көп ақша береді, 3 миллион бар еді, 4 миллион бар еді, оның бәрін алып тастап жүрмеңіздер, 4 миллион болса, 4 миллион мен де қатыса бере аласыздар. Түсінікті, егер депозит жоқ болатын болса, депозитті ашып, 1 миллион теңге салып, 1,800,000 салып, бірден қатыса беруге болады. Яғни бұл жерде депозиттің срогі маңызды емес, мерзімі маңызды емес. 9-шы 6 айлық соңғы 6 айлық табысыңыз. Яғни бұнда жаңағы айдыл кадрдан алып, бухгалтериядан алып аласыз да, соңғы 6 айлық табысыңызды ресми анықтамамен қанша пенсионка түсті, қанша подоходный кетті, барлығынан қолға қанша алынды деген жасында справкасы бар. Әрине бухгалтериямен шығарып береді, соны печати болып, соңғы 6 ай өзіңізге және жұбайыңызға да міндетті түрде керек болады. Бұны не үшін сұратады? Бұны жаңа мен айтып кеттім ғой, талаптарда. Әр жанұяға шаққан кезде 260,442 теңгеден аспау керек табысыңыз. Соны есептеу үшін. Келесі 10-шы диплом, яғни сіз жоғары білімді алыңыз, магистратура бітіріңіз, докторантура, резидентура бітіргенсіз ба, немесе жаңағы колледж бітіргенсіз ба, сол туралы дипломдарыңызды оригиналдарыңыздан скан жасап, соны салып тастайсыздар. Және 11-ші, мына жерде енді мен өзімде ешқашан көрмеген құжатым, шынымды айтсам, журналистер білетін шығар, журналистерге арналған мерзімді баспаны тіркеу туралы анықтама болады екен. Сол туралы ақпаратты, сол туралы справкада мерзімді баспаның учеты туралы дейді. Яғни сол туралы беретін өзінің журналистер біледі. Мен үшін айтсам, білмейтін бой ешқашан ондай көрмеген. Журналистерге ғана бұл қатысты 11-ші, ал басқа саланың азаматтары бұндай справканы әкелмейді. 12-ші жұбайының келісімі дейді. Жұбайының келісімі, достар, мына сайтқа кірсеңіздер, бірге Астана кз сайтына кірсеңіздер, соның ішінде согласие супруги деген бар, соны скачать етіп аласыз, бланкысы бар, сол бланкіге сіздің жолдасыңыз міндетті түрде өз қолымен жазып, жаңағы мен жолдасымның даныларын пайдалана беруге болады, рұқсат беремін деген сияқты қол қойып берулері керек жолдасыңыз. Егер жаңағы неде тұрған болсаңыз, некеде тұрған болсаңыз, Так, міне, бұл барлық құжаттар, осы құжаттарды міндетті бересіздер, соны скан жасап, бұлар желі жасап, сосын бірге Астана кз сайты арқылы заявка бересіздер. Сонымен заявка беріп алдыңыздар, мына сайтта оның 10 сентябрьге дейін үлгерулеріңіз керек. Түнгі 23:29-да беріп болғаннан кейін, бұны барлығы жинап болғаннан кейін, бұны сізден іріктеу басталады. Іріктеу ең 75 адамның ішіне кіріп кетулеріңіз керек. Құрметті оқырман, көріп отырған азамат, шын жүректен тілектеспін, сол 75-тің қатарында сізде болыңыз. Мен де болайын деп комментарий жазып кетіңіз осы жерге. Сол кезде сізге де Алла тағала өзі сигнал берсеңіз, сізге де кетеді. Мен деп қарап отырыңыз. Осы тұрғанда
көріп отырсыз ба, қолыңыз жайыңызда Алла тағала осы елорда жастарынан мені көріп отырған, тікелей эфирде көріп отырған барша оқырмандарымыз елорда жастар бағдарламасы бойынша аман-есен өтіп кетіп, өзінің армандаған үйіне жете берсін. Әумин деп береке деп бата болсын. Ал бәрекелді. Ал енді осындай өтіп кету үшін олар сіздерді не істейді? Таңдау үшін былай жаңа мен айтып кеттім ғой, мына жерде ұстаз барынша стажыңыз көп болған сайын сіздің балыңыз да көп болады да, толық бір жылда 5 балл береді сізге. Именно осы сала бойынша жұмыс жасап жатқан болсаңыз, толық емес бір жылға 3 балл береді. Мысалға, сіз 5 жыл жұмыс істеп келе жатырсыз, 6-шы жыл жұмыс істеп жатырсыз осы салада, мысалы сіз медик саласыз, медицинада 5 жыл жұмыс істеп келесіз, 6 жыл. Толық 5 жыл жұмыс істедіңіз, әрқайсысына 5 баллдан неше болады? 25 балл. Және толық емеске 3 балл. Сонда получается 25 плюс 3, 28 балл уже сізде болады. Түсінікті, мысалы, сіз енді жаңа бастаған маман шығасыз, бірінші жыл жұмыс жасап жатсыз, бірінші жыл жұмыс жасап болдың, енді екінші жылға енді еріп бара жатқан болатын болса, онда мынаған 5 балл береді да, толық емеске 3 балл, сонда сізде 8 балл болады. Түсінікті, ал енді бұл жерде жетім балалар категориясы бар. Бұлар неге кірмейді, ол салаға кірмейді, ол өзінің жұмысында, кез келген жұмысында жасап жатқан азаматтар болатын болса, жетім балалар категориясында тек жұмыс жасаса болады, бір жылға 5 балл береді, ал толық емес бір жылға 3 балл береді. Және жаңа мына жерде құжаттардың ішінде 7-ші мүгедектік бар анықтаманы сіз салған болсаңыз, яғни сіздің өзіңізде немесе жұбайыңызда 1, 2, 3-ші топтағы мүгедектік бар болатын болса, онда балаңыз сіздерде бар болатын болса, онда салып қойыңыз. Ол жерде, ол кезде сізге 10 балл қосымша тағы да қосып береді. Яғни сіздің 75 адамның ішіне кіріп кетуге сізде мүмкіндік көбірек болады деген сөз. Міне достар, осы елорда жастары бағдарламасы бойынша толыққанды барлық қандай ақпараттар білулеріңіз керек. Осының бәрін мен сіздерге егжей-тегжейлі по полочкам дейді ғой, бәрін қойып айтып бердім, жалпақ тілмен түсіндіріп бердім достар. Енді бұндай түсіндіруден кейін сіздерде сұрақ қалмау керек та, қалдыру керек. Бірақ дегенмен де қалған болатын болса, мен қазір қарап шығайын достар. Егер тікелей эфир ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк, комментарий жазып кетіңіздер, еңбекті бағалаңыздар. Қазір сағат неше болды? 9-ның шамасы болды ма? 9-ға асып кетпей жоқ. Сол уақытта үйге бармай сіздер үшін отырмыз ғой десем. Қара жүрек, егер сұрақтар бар болатын болса. Бұл жермен көрмей тұрмын. Қандай керемет коллегалар, Мөлдір ханым, рахмет, Алла разы болсын. Сіздерге де табысты болыңыздар, сіздердің де клиенттеріңіз күнде-күнге үйлі бола берсін. Инстаграм күшті жүргізіп жатсыздар. Рахмет. Болды ойдың, басқа сұрақ жоқ сияқты. Соған қарағанда барлық елорда жастар туралы бағдарламаның бәрін түсінеді, біледі деп ойлаймыз. Жақсы, онда осымен жасты кесек, сізге үйлі болыңыз.